Қазақстан ұлы тәуелсіз мемлекет. Енді мен сол тәуелсіздігі туралы айтып беремін. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні 16 желтоқсан. Қазақстан Республикасының мемлекеттік мерекесі Қазақстанда жыл сайын 16-17 желтоқсанда тойланады. Қазақстанның басты және жалғыз ұлттық мерекесі. 1991 жылдан 2021 жылға дейінгі хронология. 1991 жыл. 29 тамыз Семей полигоны жабылды. 1 желтоқсанда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 8 желтоқсанда ТМД құрылды. 10 желтоқсанда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қызметіне кірісті. 1992 жылы 2 наурызда Қазақстан біріккен ұлттық ұйым мүшесі болды. 4 маусымда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды. Қаңтарда мемлекеттік тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында еліміздің ішкі істер әскері құрылды. 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш конституциясы қабылданды. 15 қарашада Қазақстанның ұлттық валютасы теңге айналысқа енгізілді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Идейная консолидация общества как условия прогресса Казахстана» кітабын жазды. 1994 жылы Талғат Мұсабаев көкке самғады. 1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданды. 1 наурызда Қазақстан Республикасының президентінің Қазақтан халықтары ассамблеясын құру туралы жарлығы шықты. 1996 жылы Жамбыл Жабаев жылы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «На пороге 21 века» кітабы жарық көрді. Тәуелсіздік монументі ашылды. 1997 жылы ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы және қуғын сүргіндері еске алу жылы. Қазақстан Республикасының тіл туралы заңы қабылданды. 11 қазанда Қазақстан халқына Қазақстан 2030 жолдауы қабылданды. 1999 жылы ұрпақ бірлігі мен жалғастығы жылы. Киелі Түркістан қаласына 1500 жыл. 2001 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі жылы. 2002 жылы денсаулық жылы. Астана Бәйтерек монументі ашылды. Ежелгі Тараз қаласына 2000 жыл. 2003 жылы 23-24 қыркүйек күндері Астана қаласында бірінші әлемдік және дәстүрлі діндер құрылтайы өтті. Археолог Әлкей Марғұланның туылғанына 100 жыл. 2003-2005 жыл ауыл жылы. 2004 жыл Қазақстан Республикасы президенті мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы туралы қаулыға қол қойылды. Суретші Абай Қастеевке 100 жыл. 2005 жылы Ресейде Абай жылы, Қазақстанда Пушкин жылы. Абай Құнанбаевтың туылғанына 160 жыл. 2006 жыл қаңтар Қазақстан Республикасы жаңа әнұраны қабылданды. Самұрық холдинг құрылды. Қазақстандағы Ресей жылы. 2007 жыл қазақ тілін қолдау жылы. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні болып бекітілді. 2008 жыл Астанаға 10 жыл. Қазақ елі монументі ашылды. Украинаның Қазақстандағы жылы. Қазақ тілін қолдау жылы. 6 шілдеде Астана күні болып ресми түрде бекітілді. Жас отан жастар қанатының бірінші съезі өтті. 2008-2010 жыл Жасыл ел бағдарламасы бекітілді. 2009 жыл Астана қаласында тәуелсіздік сарайы ашылды. Халық санағы жүрді. 2010 жыл Бауыржан Момышұлының туылғанына 100 жыл атап өтілді. 2011 жыл Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа елбасы атағы берілді. 20 жылдыққа Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа төс белгі берілді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа халық қалауы атағы берілді. Алматы қаласында метро ашылды. 2012 жыл Қазақстан Республикасы 2050 стратегиясы қабылданды. 2013 жыл Экспо 2017 өткізу құқығын алды. 2014 жыл Астана қаласында ұлттық мұражай ашылды. Нұрлы жол болашаққа бастар жол Қазақстан халқына жолдауы жолданды. 2015 жыл ұлы жеңіске 70 жыл Қазақстан халық ассамблеясы жылы. 15 қыркүйек күндері Союз ТМА 18М кемесінде Айдын Айымбетов ғарышқа ұшты. 2016 жыл тәуелсіздікке 25 жыл. Ыбырай Алтынсаринге 175 жыл. Ұлт азаттық көтеріліске 100 жыл. 2017 жыл Экспо 2017 көрмесі өтті. 28-ші қысқы универсиада Алматы қаласында өтті. 2018 жыл Астанаға 20 жыл. Астана қаласында Азия елдері көшбасшыларының саммиті өтті.
2019 жыл. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев болды. 23 наурызда Астана қаласын Нұрсұлтан атауына өзгерту туралы жарлық қол қойылды. 2020 жыл. Ата заңға 25 жыл. Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл. 2021 жыл. Тәуелсіздікке 30 жыл. Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл. Көптеген қателіктер, өлеулер мен қиындықтар болды. Халық өзгерістерді қабылдау қиын болды, бірақ ол барлық сынақтардан өтіп, барлық қиындықтарды жеңді. Бұл күн тәуелсіздік күні өткен жолға қайта қарауға арналған. Шынында да өткенсіз бүгінді бағалап, болашаққа жоспар құру қиын.